Пайғамбарымыз салсырам Сахба деген жерге келген кезде Сафияның жаңағы етеккірі тоқтап тазарады, исламды қабылдайды. Пайғамбарымыз салсырам онымен келіскеннен кейін сахабалардың айтуында мынандай күйме бар ғой, түйменің үстіне күйме қояды ғой, әйел кісілерді отырғызу үшін. Түйенің үстіне күймені қондырады да, сол кездегі мына нәрселерге де қараңыз. Мысалы, біреулер енді мына нәрсені істей алмауы мүмкін, біреулердің көзінше. Бірақ Аллахтың елшісі, бұл діннің күллі осы Алла тағаланың жолының өнегесі болғаннан кейін күллі нәрсе кәдімгідей түсіндірілу керек. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сахабалар айтады: түйенің қасына тізерлеп отырды дейді. Түйенің қасына тізерлеп отырды да, Сафия аяғын Пайғамбарымыздың тізесінің үстіне қойып, түйеге көтеріп жіберді. Біреу ойлауы мүмкін, бүйтіп істетпейтін шығар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Неге ойлайсың деп? Өйткені Пайғамбар сенің ойыңдікі емес ол. Ол Алланікі. Ол ешқашан сенің ойыңа дәл келе бермейді, сіз соны біліңіз. Түсіндіңіз ба? Сіз оған қарай сынбасаңыз, ол сізге қарай иілмейді ол. Сіз оған қарай иілесіз. Оныкі ғана дұрыс. Әрбір нәрседе осындай нәрсені істеуі. Жаңағы жағдайы, көңілі. Қазір 17 жаста Сафия. Сөйтіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен некелесіп Сахба деген жерге келген кезде Пайғамбарымыз жаңағы күймені түсіреді. Сол жерде олардың жаңағы алғашқы неке түні болады. Ертеңіне сол түні Абу Айюб деген сахаба келіп күзетумен болады. Жаңа күйменің қасын, шатырдың қасын күзетумен болады. Сосын кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: неге бұнда, не істеп жүрсің сен деген кезде, мен сізді күзетіп жатырмын дейді түннен бері. Неге? Өйткені кеше Сәллам ибн Мишкамның әйелі улаған. Бұл да мүмкін өтірік қабылдаған шығар деген ой. Мүмкін өтірік қабылдаған шығар деген ой болады да, бәлкім түнде бір қулық істеп жүрер. Сонымен күзетумен болдым, артық қимылдар, нелер жаңағыдай бір нәрселерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде айтады: Алла тағала сені де күллі мұсылманның бетімді иудейлердің қулық сұмдығынан қорғаумен болсын, сен мені қорғағандай дейді, дұға тілейді. Тәрден шыққаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кеше талқанмен шығып ашып жүр ғой елдерді. Талқан жеп. Қарап тұрсаңыз мінездерінде қандай күшті нелер бар да. Мына жерде де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Билалға айтады: Билал, не бар екен адамдарда, бауырларымда не бар екен, көш дегендей нәрсе. Сөйтіп ана кісі бір талқан әкеледі, мына кісі ірімшік әкеледі, мына кісі май әкеледі. Сол нәрселерді ортаға араластырып, Пайғамбарымыздың Сафияға үйлену тойын сондай дастарханмен өткізгенбіз дейді. Анас ибн Малик айтады: нан болған жоқ, ет болған жоқ дейді. Ішкен суымыз сол жердегі жаңбырдан ана құйған тастық ойық жерде жиналған су еді дейді. Біз ше бүгін Пайғамбардың беті. Біз ананыкіндей қылып жасамасақ жасай алмайсың. Көрме? Сен Алланың өзіңе берген ризығынан ұяласың. Адамдардан. Абырой ма бұл? Бұл абыройсыздық. Осындай абыройсыздықтан ненің абырой емес екенін түсінбегеннен кейін, абырой жаңағы стандарт. Бұл стандарт сізге абырой емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды қараңыз. Пайғамбар бар нәрсемен, талқан ірімшікпен, бармен, осымен мақтанам дейді мен. Менде мынау жоқ, мынандай жоқ деген сөзді айтпаймын. Фахри деген мағынада. Алла не берсе, сол нәрсемен мақтанам дейді мен. Өйткені бұл Құдайдың саған сүйіп бергені, өлшеп сүйіп бергені, аузыңыздан шығатын сөз қандай болады екен деп. Разымын Раббым, альхамдулилля деп айтасыз ба? Әлде неге аналарда бар нәрсе менде жоқ дегендей нәрсені? Сондықтан той жасасаң да, қандай нәрсе жасасаң да, барыңмен жаса. Алла риза болатын той болу керек, ол біріншіден. Әйтпесе, сенің көздегенің жүзеге асады да, Алла да риза емес ол тойдан. Ол тойдың соңғы нәтижесі немен болады? Адамдар үйлеріне барып, ананың тойы осындай болды. Қазіргі адамдарды қараңыз, қандай ұсақталып кеткенбіз. Кез келген адам үйіне барады да, бағанағы еті жұмсақ болды, ана қазысы жақсы. Қараңыз біздің тақырып не? Кеспесі жақсы жасалыпты дегендей. Ер адамдардың өзі осыны сөйлеп отырады. Жарайды, әйел адамдар айтса мүмкін тәжірибе алмасу үшін шығар дегендей нәрсе. Ер адамның өзі солай отырады. Қара, бұл не бұл? Бұл ұсақталып бара жатқандық. Не абырой, не абыройсыздық, соны шатыстырып алғанбыз. Соны орнына келтіру керек.
Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күллі нәрседе бізге осындай өнегесін көрсетеді. Ең басты қалай істесең де, не істесең де, жаңа тойда неде Аллаң риза болу керек. Бұл бірінші және соңғы бағаң. Сіздің уайымыңыз осы. Той жасасаң да, біреуді үйлендірсең де, біреуді жаңа сүндет той жасайсыз ба, қайсысын істесеңіз де, сіздікі тек Аллам риза болу керек. Осы нәрсе тұру керек. Ал адамдардың ризашылығы үшін істесең, онда солай істеледі, және адамдар сізге баға береді, бірақ Алла тағаламен ол жерде ешқандай байланыс болмай қалады. Ол ұтылу деген сөз. Түк ұтқан жоқсың ақыретке деген сөз. Болды. Осы нәрседен біз сақтану керекпіз да.